шақтың көжейді ақшеңе сасамалың тұрса қайнап отырса қыз бала күліп ойнап киінген қызғалдақтай қыз келіншек сапырса сады қымыз қылан ойнап барған кәрі ағаштай қақиған шашақты өткізеді гүлдей жайнап көжейді Айды көркем көрінер түніменен, әйел көркем көрінер еліменен, басшы көркем көрінер еліменен, елі көркем көрінер жеріменен, жері көркем көрінер егіменен, жерді көркем ететін еңбек екен, шын көркемді ойласа еңбек деген, жер мен көкті жайнатқан еңбек күші, не бар екен сонда еңбек жеңілмеген. Жалы жоқ, құйрығы жоқ, шолақтай. Ей қыздар, қойшысынбай өлеңді айт. Тұсыңа мендей құрбым келіп қапай.
Олай жүрші бүкшолақ, олай жүрші бүкшолақ, қыздар күнге майталау, жамайды жүрші бүкшолақ, ағамда қыр бүкшолақ, жаманда қыр бүкшолақ, мен қырқай бүкшолақ. Қыз едің, сен бір бай едің, өтпей жүрген ау, келгенше 25-ке кетпей жүрген. Ей қыздар, менсінбей бермен қара, қолдарын қойшыға да жетпей жүрген. Олай жүрші бүкшолақ, олай жүрші бүкшолақ, қыздар күнге майталау, жамай жүрші бүкшолақ, ағамда қыр бүкшолақ, жаманда қыр бүкшолақ, мен ұлақтан бүкшолақ, ағамда қыр бүкшолақ, жаманда қыр бүкшолақ, мен ұлақтан бүкшолақ. Onu özelimiz bilesizdir. Bunda bitip жаздым енді. Кездестік төрткен апамен, туғаннан өскен батамен. Алдық біз тәлім тәрбие, болғандай кенен атамен. Ұрпаққа болар өнеге шығарған өлең әндері. Өнерлі ұрпақ тұрғанда ешқашан өлмес еңбегі. Тіледік сізге денсаулық, ғұмырлы болсын жасыңыз. Болыңыз бізбен жүзде де сыңғырлап тұрсын даусыңыз. Әдебиетке жақын екенді, мына бастықтардың әдебиетке жақын болған жақсы болады. Апамнан енді кішігірім гүл